Бір күні бір сахаба намазға асығып бара жатып, байқауса құмырсқаның илеуін басып кетеді. Қараса, біраз құмырсқаны езіп өлтіріп қойған екен. Ол сахаба осы ісіне қатты өкініп жылап пайғамбарымыздың алдына барып, "Я Алланың расулы, мен байқауса бір құмырсқаларды өлтіріп қойдым, енді менің жағдайым не болады?" деп жылаған кезде, пайғамбарымыз оған "Сенің осы өмірде жасаған ең үлкен күнәң бар ма? Соны айтшы" деген кезде, жаңағы сахаба "Я Алланың расулы, мен жахилия кезеңінде, надандық кезеңде өзімнің қызымды тірідей көмген едім" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз "Оны қалай болды? Толығымен айтып түсіндірші" деген кезде, сахаба айтады: "Мен дейді қызыма, сені өлтіруге, көрге апарып жатырмын деп айта алмадым дейді. Сол үшін сені нағашыңның үйіне тойға апарып жатырмын деп әдемі киімдерін кигізіп қасыма алып шықтым" дейді. Кейін қазып қойған, дайындап қойған көрме орыма алып келген кезде оны итеріп, оны көміп тастадым дейді. Пайғамбарымыз осыны естігеннен кейін қатты жылайды. Кейін және сахаба тағы да екінші рет айтшы дейді. Сахаба екінші рет айтады. Пайғамбарымыз тағы қаттырақ жылайды. Үшінші рет айтшы дейді. Сол кезде қасына тұрған сахабалар және сахабаға қарап, "Болды, осы жетеді, тағы айтпай-ақ қой, көрмейсің бе, пайғамбарымыз қатты қиналып жылап жатыр" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз және сахабалар қарап тұрып, "Міне" дейді, "менің Аллах тағаладан алып келген дінім сендерге осы" дейді. "Сендер кезінде жахилия, надандық кезінде өз балаларын тірі көмген едіңдер, ал қазір болса кішкентай бір құмырсқаны байқаусызда езіп өлтіріп қойғандарыңа жылап жатсыңдар" дейді. Сол үшін құрметті ағайын, бір-бірімізге мейірімді болайық, адамдарға ғана емес, тіпті жан-жануарлардың өзіне де зиянымызды тигізбейік. Егер ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіңіздер, парақшаға тіркеліп кетіңіздер, жақында алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.